Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар. Жаратылыстану пәнін бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын балалар шаттық шеңбер құрып, бір-бірімізге сабағымызға сәттілік тілеуге. Қанеке балалар, тастағы шағында. Бір-бірімізге сәттілік тілеуге. Нере бастай ғой? Бүгінгі сабағымызда өте көңілді. Сабаққа белсенді қатыс. Сабақта күніне 5 алып. Сабақты жақсы өткіз. Сабақты көңіл күймен жақсы өткіз. Сабағында сұрақтардан қиналма. Сабағында көңілді бол. Сабақта көңіл күйің жақсы бол. Сабақтағы тек қана жақсы нәрсені ойлама. Рахмет. Қазіргі өтіп мектепте әрқашанда 5 алып жүрсің. Жақсы, жарайсыңдар, бәрекелді балалар. Ендеше ары қарай жалғастыру үшін балалар біз екі топқа бөлініп алайық. Жасуша тобы және табиғат тобы. Балалар менде қорапша бар. Осы қорапшаның ішінде бізде бөліну парағы бар. Қанекелі бір-бірінде парақшаны алып орындарына отыра қойыңдар. Бөлініп алды. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырмас бұрын біз үй тапсырмасын пысықтап алайық. Үйге қандай тапсырма беріледі? Кім айтады? Қызыл кітап. Жарайсың. Енді неліктен қызыл кітап деп аталды? Кім айтады? Тағы да айта ғой. Үйінде жайлылыққа қорғау, өсімдіктер мен жануарларды қорғау. Жақсы. Жарайсың. Енді осы қызыл кітапқа қандай жануарлар ену мүмкін? Қандай өсімдіктер ену мүмкін? Неге айта ғой? Елімізде сирек кездесетін өсімдік жануарларды атайды. Мержан, мысалға келтіріп қойшы, қандай өсімдік, қандай жануарлар бар? Әлемде жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды енгізеді. Мысалға қасқыр, аю, барыс деген секілді Ақбөкен, иә? Жақсы, бәрекелді балалар, ендеше біз жаңа сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы әлемді өзгертетін жаңалықтар. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары, әлемді өзгертуші жаңалықтарға мысалдар келтіру. Сабақтың мақсаттары ғылыми жаңалықтар мен өнертабыстардың не екенін білуіміз қажет екен. Ендеше сабағымызға қатысты терминологиялық сөздіктер олар ғылыми жаңалықтар, ғалым, өнертабыстар, микроскоп, антибиотиктер, радио, телевидение және телеграф болады. Осы сөздермен танысатын боламыз балалар. Ал енді оқушылар, сабағымызды ары қарай жалғастыру үшін видеороликке назар аударыңдар. Осы өзгерістерге үлкен әсерін тигізіп жатырған корпорациялар көп. Біз өмір сүріп жатқан әлемді қатты өзгерткен 10 корпорация туралы айтып жіберейік. Ал кет. Биік қалаларға жол ашқан компания Otis. Otis компаниясы лифттерді шығармас бұрын ғимараттар ең көп дегенде 7 қабатқа дейін жетіп тұрған болатын. Алайда Otis компаниясының арқасында 20 ғасырлардан бастап ұзын ғимараттар салына бастады. Қазіргі ең ұзын ғимарат Бурж-Халифада қай компанияның лифттері тұрғанын білесіздер ме? Дұрыс, Otis компанияның лифттері. 1870 жылдары құрылған компания Standard Oil мұнай табысымен айналысты. Бұл компания мұнайды тауып өндіріп, сол мұнайды сату бизнесімен айналысқан болады. Standard Oil компаниясының арқасында мұнай өнеркәсібі дамыған. Телефон деген затты ең алғаш ойлап тауып, жарыққа шығарған адам Александр Белл. Бірақ телефондық желіні арттырып, барлық қалалар мен мемлекеттердің басын қосқан компания AT&T компаниясы екен. 1892 жылы Томас Эдисон және тағы да оның үш серіктестері General Electric деген компанияны құрған болатын. Бұл компания сенің үйіндегі барлық затты ойлап тапты десем қателеспеспін. Электр плитасы, тостер, тоңазытқыш, кір жуғыш машина және тағы да басқа көп заттарды шығарған. Ford Company әлемді машина жасап өзгерген. Біріншіден Генри Форд өзі машина жасаған, содан кейін жаппай өндіріспен әлемді машинамен қамтамасыз еткен болатын. Xerox компаниясы компьютерлерді жасай бастаған. Осы компанияның қызметкерлері компьютерлік тышқан, пернетақта және компьютерлік бағдарламаларды бастап шығарған. Pan American компаниясы әуеге ұшуды бірнеше есеге дамытқан. Осы компания барлық елдердің басын қосып, әуе рейсін арттырды. Әуежай да осы компанияның арқасында пайда болған екен.
1955 жылы Макдональдс деген компаниясы тамақтанудың жаңа түрін тапқан. Гамбургерлер мен хот-догтарды сатып, фастфуд деген терминді арттырды. Макдональдстың арқасында кафе және мейрамхана деген қозғалыс әлемде дамыған. 1962 жылы гипермаркеттер немесе супермаркеттер деген пайда болды. Ондай ұғымды Walmart компаниясы дамытқан. Қазір гипермаркет Walmart Америкадағы ең үлкен дүкендер желісі болып табылады. Apple компаниясы. Қазір барлығымызда да смартфон бар. iPhone болсын немесе Android-ты Samsung болсын. Кнопкалық телефондар заманына соңын салып, 2007 жылы ең бірінші iPhone шығарып, смартфонды дамытқан Apple компания. Жақсы оқушылар, ендеше видеороликті көріп болды. Осы видеороликте не білдіңдер? Сол бойынша бүгінгі тапсырманы маған орындап бере қойыңдар. Екі топқа екі тапсырма. Бірінші тапсырма видеороликтен бөлген мәліметтерді мына парақшаға түсіреміз. Екінші, жүйелі оператор, яғни өнертабыстардың классификациялау, яғни жер және ғарыш, заттар мен материалдар, энергия және қозғалыс, адам және табиғат. Осы жерде берілген мәліметтерді кестеге толтырамыз. Және осы берілген тапсырманы мен қосымша материалдар беремін. Сол бойынша орындауларына қойылады. Керекті материалдарды алуларына болады. Жақсы балалар, ендеше қай топ тапсырманы орындап бітті? Жақсы, айта ғой. Интернет қоғам үшін жақсы болып келеді. Біз адамдарға шет мемлекеттегі адамдармен байланыса аламыз. Адамдар үшін де пайдалы. Көлік болса екі жүйені бұзады, сондықтан қоғамға пайдасы зиян болып келеді. Адамдар үшін пайдалы да зиянды болып келеді. Ал телефон бір-бірімен байланыса аласың. Ал адамдар үшін зиян болып келеді. Себебі ол көздің энергиясын алады. Микроскоп, микроб және басқа да тағы да басқа кішкентай адамдардың көзіне көрінбейтін заттарды ұлғайта аламыз. Адамдар үшін де өте пайдалы болып келеді. Мысалы, ауруларды алуға болады. Тағы микроскоппен не көруге болады? Микробты ағзаға көрмейтін көруге болады. Майда. Жақсы, жарайды. Отыра ғой. Екінші топ, жасуша тобынан қане тапсырма орындалды ма? Айта ғой. Бізге тапсырма адасқан сөздерді орнына қою еді. Мысалы, жер және ғарышқа ғарыш кемесі жатады. Себебі ол ғарыш көлігі. Ғаламшар да жер және ғарышқа жатады. Себебі ол ғаламдық, иә? Заттар мен материалдарға резинкия жатады. Протез жатады. Протез деген адамның бойындағы жансыз темір. Ол адамға көмектеседі. Энергия және қозғалысқа динамит жатады. Себебі ода энергия бар. Батарейкада да энергия бар. Адам және табиғатқа мұнай жатады. Себебі ол мұнай деген табиғи зат. Жақсы, жарайды. Сұрымызды ары қарай жалғастыру үшін біз бірінші бағалап алайық бір-бірімізді. Табиғат тобын қане бағалайықшы тапсырмасын орындау. Қалай болды? Жақсы, бәрекелді. Табиғат тобы жасуша тобын бағаласын. Түсінбеген жерлері бар екен, Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, енді келесі тапсырмамыз балалар постер. Постерді бізге оқулықтағы мәліметті оқи отырып, бүгінгі сабақта не біліп жатсыңдар, қандай мәліметтер қызықты болды. Сол туралы осы постерге түсіреміз. Табиғат тобы және жасуша тобы. Постер қорғанымыз бүгінгі сабақта өтіп жатқан мәліметтерді нелер естерінде қалды, соларды түсіре қойыңдар. Қанеке балалар, постерді аяқтадық па? Қай топ аяқтады? Жақсы, шыға ғой. Кім қорғайды? Баласа қорғаймыз ба? Жақсы, шыға ғой.
баштадым. Оны ең алғашқы Нұрбек ойлап тапқан. Компьютер ең бірінші компьютерді математик Паскаль 1645 жылы шығарған. Телефон 1875 жылы екінші маусымда пайда болды. Телевизор бұл әр үйге тірі сурет алып келген. Және тарихты шынайы қалпында көруге болатын нәрсе. 1991 жылы интернет пайда болды. Оны британдық ғалым ойлап тапқан. Британдық ғалым, иә? Жақсы. Лампочка бұл әр үйге жарық түсіру үшін керек. Ол да ғылыми жаңалық пайда болған, иә? Дұрыс. Жақсы. Бәрекелді. Әнеке балалар, жасуша тобын бағалап жіберейікші. Жақсы. Жарайсыңдар, жасуша тобы отыра қойыңдар. Екінші табиғат тобы. Қане, шығамыз. Постерімізді қорғайық. Бұл дөңгелек. Дөңгелектің нақты шыққан уақыты жоқ. Алайда дөңгелек білек бар көліктік жабдықтар. Біздің заманымызға дейінгі 3000 жылы Месопотамияда болған деп есептелген. Дөңгелек қойылған арбамен астық өнімдерін тасыған. Компьютер заман жетіле келе ойлап табылған. Оған Колосус компьютеріне қарап ойлап тапқан. Ол 1943 жылы Алан Тюринг ойлап тапқан. Теледидар біздің ерте заманымызда ойлап табылған. Ол радио арқылы ойлап табылған. Ода суреттерді көрсеткен кезде шынайы бейне ретінде көрінген. Келесі вертолет, яғни тікұшақ. Тікұшақ ол аспан көлігі деп те есептеуге болады. Оны заман жетіле келе ғалымдар нелікке қарап ойлап тапқан. Бұл турбинасы. Ол көлік дамуының жаңа кезеңінде шығарылған. Бұл қозғалып күшімен жұмыс жасайды. Тамаша. Қанеке балалар, табиғат тобын бағалап жіберейікші. Басбармақпен. Жақсы, бәрекелді. Отыра қойыңдар болса балалар, бүгінгі сабақтан не білдік? Не білгілерің келеді? Бұған дейін сендер не білесіңдер? Соны стикер парақшасына жазып, білім ағашына жабыстыра қойыңдар, иә? Шарапта қой. Не білесіңдер? Бүгінгі сабақтан не білдіңдер? Сол туралы жаза қойыңдар. Жазып па? Қане, білім ағашына болғандарын неге қойыңдар? Жақсы. Болғандарын бар ма? Кері қойыңдар. Кері шығарыңдар. Жақсы, болды па? Келесі балалар, үйге тапсырма ала қойыңдар. Үйге тапсырма, мән жазба. Нобель сыйлығының иегерлері туралы мән жазба жазып келеміз. Күнделіктеріңді ашып жаза қойыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.